Міне осылайша қияметке әрбір жан келеді, оны айдаушы періштесі де және куәгер періштесі қоса келеді дейді. Сөйтіп сен қияметті, жаңағы тозақ түгел нәрселерді лақоду кунта фи ғафлатин мин хаза. Сол күні біз айтамыз дейді кәпір адамға, сен ғафлетте едің ғой дейді бұрын осы нәрсенің бәрінен, имансыз болғандықтан. Сондықтан күпірлік деген нәрсе, құрметті жамағат, күпірлік, сенбеу, имансыздық, ол перде екен. Перде деп аталады. Сосын екінші перде күдік, күмәндану. Кім бар кеп то жаққа? Мұрасы да шығар. Қойш, сенбеймін, күдік. Үшіншісі мұсылманда кездесетін перде. Ол қандай дегенде? Ұмытып кету бұны. Ақыретке баратқанымызды, бейқам болып кету. Олар қандай аурулар арқылы келеді? Жүрегінде тәкаппарлық бар, мысалы. Бір күнәға деген дерт бар. Сол нәрсемен бейқамдық деген нәрсе бізге де тән екен. Соны ұмытып кетуіміз мүмкін да. Мысалы, бір мансап мынандай пайда болды. Ол уже осындай мансап пайда болып, біреуге бүйтіп амандасатын кезінде қолын әрең соссам, бітті кетіп баратыр, мен болды. Бітті, құрыдым. Сондай мәселе. Кейде тіпті қолын өзің барып бүйтіп алмасаң, қолында созбайтын адамдар болады. Өзің бүйтіп тауып көресің қолынан. Ойлайды, сол керемет болып жүрмін деп та. Сөйтсе бұл бітті екен ғой, перделеніп қалған ғой адам. Аны шығару керек, емдеу керек оны. Онда Алла тағала тастап қоймайды оны. Айюхсабул инсану айютрака суда, адам ойлай ма дейді, біз оны жайдан жай тастап қоямыз ба деп. Егер жақсылық қаласақ дейді оған, ана мансапты алып қоямыз дейді одан. Жөндейміз дейді оны кішкене. Қай нәрсе сізге Алланы ұмыттырып баратады? Міне, сол жерде бейқамдық басталады. Мысалы, біздің өзіміз жаңа біреуге бірдеңе сұрап келсе, төсегіміздің астымыздағы огурцы, помидорымызды бүйтіп берейін ба, бермейін ба, берейін ба, бермейін ба деп тұрған, бұл перденің келе жатқаны ғой. Қош, бермеймін десең, перде тұрды, бітті. Ол сіз ақыретпен дос бола алмайсыз. Біз өзімізге зиян жасаймыз. Біз ойлаймыз, ананы біз жақсылықты, бір керемет жақсылықты қойдық деп мына жерге. Ол емес жақсылықты. Жақсылық деген Аллаға ұнайтын нәрсе, сіздің нәпсіңізге ұнайтын нәрсе емес.